айнымалыларды қосқан кезде, азайтқан кезде біз бір нәрсені білуіміз керек. Мысалы, айнымалының бастапқы мәнін осылай беретін болсақ, оған басқа тағы осы айнымалының бастапқы мәніне тағы бірдеңе қосқымыз келсе, бір сан қосқымыз келсе, ол кезде айнымалыны қайтадан теңестіреміз. Дәл осылай жазылады. Бұл қалай жұмыс істейді? Айнымалы тең болсын деген мағына, оның бірінші бастапқы мәнін алады. Осы жерде оған бір қосады да қайтадан жаңа мәнді аға тағайындап қояды. Дәл осылай жұмыс жасайды. Мына жердегі а бізде бастапқы мән, бастапқы а, оған бірді қосады, шыққан мәнді аға қайтадан тағайындап қояды. Енді дәл осыны қысқаша түрде бізде осылай жазсақ та болады. Дәл осындай мағына, аның бастапқы мәніне бірді қосып қайтадан өзіне жазып қой деген мағына. Екіні қосып қайтадан өзіне жазып қойған, үшті қосып қайтадан өзіне жазып қойсақ болады. Енді егер тек бірді ғана қосатын болсақ, а плюс деу жеткілікті. Бұл C++-те орындалады. Яғни аның бастапқы мәніне бірді қосып қайтадан өзіне жазып қою деген мағынаны білдіреді. Бұны неге айттым? Өйткені біз циклдарды өтеміз. Белгілі бір әрекетті қайта-қайта орындау үшін қолданылады цикл дегеніміз. Әдетте қанша рет қайталанатыны алдын ала белгілі болса, біз for деп аталатын циклды қолданамыз. Құрылымы дәл осылай. If секілді жақша ашылып жабылады, одан кейін қисық жақша ашылып жабылады. Бірінші кәдімгі жақша мынадай үтір нүктемен үшке бөлінеді. Енді оның бірінші бөлігіне біз бастапқы мән жазамыз. Бастапқы мән дегеніміз қалай? Дәл осы жерде мысалғы айнымалыны жариялап, string десек те болады, кез келген айнымалының типін қоя аламыз. Жариялап, оған бастапқы мәнді тағайындап қоя аламыз. Енді екінші бөлігі шарт. Шарт көбіне циклдің қай жерден тоқтауы үшін керек болады. Яғни, мысалы, дәл осы шартта орындалып тұрса, цикл жүрсін деген мағына. Кеше if операторы секілді осы шарт орындалса, мына іште жазылған қандай да бір код орындала бастайды. Енді үшінші бөлік бізде қадам, яғни қанша қадаммен ол жылжып отыру керек біздің айнымалымыз. Яғни жаңағы айтып өткенімдей, i плюс 1 бастапқы мәніне бір қосып өзіне қайтадан жазып қоюға болады. Екіден жылжып отыруына болады. Енді өткені бұл жазылмаса, цикл шексіз орындала береді. Бұны негізі жазып қоймасақ, негізі синтаксистік ешқандай қате орын алмайды. Бұл қате емес негізі. Қате емес, синтаксис қате емес, бірақ цикл тоқтамайды. Өткені бірдің мәні өзгермейді. 5-тен кіші ма, мына цикл мынаны орындайды. Цикл қайтып айналып келеді, мынаны тексереді. Қайтып айналып келіп, негізі мына жерде жаңағыдай қандай да бір шарт белгілі болса, бірінші қайтып айналып келген кезде оған бірді қосып барып тексереді негізі. Мына жерде ештеңе тұрмаса, жаңағы қалай тұр, солай тексере береді. Бұл 5-тен 1 деген үнемі кіші болып тұрғандықтан, бұл шексіз цикл болып кетеді. Енді бір қарапайым мысал талқылайық. Мысалға, 1-ден басталсын, айымыз 1-ге тең болсын. 5-ке дейін біз мысалы count қайталануы дейік. Мына бір жерге айдың мәнін берейік. Енді шарт
қандай қате? Бір скобкамыз қуып кетті ғой біздің. Қай скобка? Ой, мынаның скобкасы қалып. Қойсай. Қайталану 1, қайталану 2, қайталану 3, қайталану 4, қайталану 5. Тағы қайталайық, қалай жұмыс істеп тұр. Бірінші форға келеді. Форға келгеннен кейін бастапқы мәнді жариялаймыз. Осы мәнге қарайды. Мәннің бастапқы мәнін C++ алғаннан кейін екінші осыған барады. Ол 5-тен кіші ма дейді. Кіші болса немесе тең болса, мына кодтың ішіне кіріп кетеді бірден. Қайталану дейді да айдың мәнін береді. Біз 1 деген айнымалымен циклдің ішіне кіріп кеттік. Осы мәнді шығарады. Қайтып айналып мынаған барады. Осы жерге барады, 1-ді қосады айнымалға, яғни бастапқы мәніне 1-ді қосып, қайтадан өзіне жазып қояды. Уже бізде ай 2-ге тең. Екінші болып қайтадан осыны тексереді, ол 5-тен кіші немесе тең ба деген шартты қанағаттандырса, ол кезде біз фордың ішіне қайтадан кіреміз. Дәл осы кодты қайтадан орындайды. Бұл жерде уже бізде ай 2-ге тең. Айымыз мінекей 2-ге тең болады. Үшінші қайтадан барады. Бірінші осыған барады, 3-ді қосады, 1-ді қосады. Уже бізде айдың мәні 3-ге тең. Дәл осы шартты қайта тексереді. Орындалса, қайта осы нені орындайды. Солай 5-ке дейін бізде осы код орындалып тұр. Енді тағы бір мысалды қарастырып өтсек болады. Мысалға қадамды өзгертейік осы жолы. Қадамды өзгертейік. Бірде емес, мысалға барсын 40-қа дейін барсын. Қадамды өзгертіп көрейік. Қадаммен өтетін жерді өзгертеміз. Бұл жолы 5 қоссын. Көрейік не шығаратын. Міне, бірден басталды, 5 қосып отырды, 40-қа дейін, 36-ға дейін барды. Міне, неге 40-қа дейін бармады? Өйткені бастапқы мән 1 болды. 40-тан кіші немесе тең деген шартты қанағаттандырып тұр екен. 1-ді бізде қайталану деген сообщениемен бірге шығарды. Енді 1-ге қайтадан мына жаққа барады. 1-ге 5-ті қосады, 6 болады. 6 деген мәнді осымен салыстырып, кіші немесе тең болса, 40-тан ол кезде 6-ны да шығарады. Дәл солай қосып 36-ға барады. Міне, 36-ны бүйтіп шығарғаннан кейін қайтадан мұнда барады. 36-ға 5 қосады. 5 қосқаннан кейін мына шартты қайтадан тексереді. 36-ға 5 қосқаннан кейін бізде айдың мәні 41 болып кетеді. Мына шарт орындалмай қалады осы жерде. Осыдан кейін ол сыртқа шығып кетеді. If-тің сыртына шығып кетеді. Осы жақта жүреді. Бұл жақта ешқандай код жазылмағандықтан жалпы бағдарлама осы жерден бітеді. Бізде мына жерде негізі мына жерде бүйтіп әшейін 3-ке бөлінген күйі ешқандай бөлікке ештеңе жазбасақ та ешқандай қате емес. Жай әшейін бұл шексіз цикл. Бұл шексіз цикл. Мына жерге мысалға бір хабарлама жазып айдайық. Шексіз. Айды білмейді қазір. Кеттік. Не істейді? Көрейік. Кетті. Тоқтамайды. Әбден менің осы C++-де памятым толтырғанша, C++-ге арналған орынды толтырғанша бұл жүре береді.
яғни тоқтамайды, бүйтіп қолмен тоқтатпасақ. Форды ашып ішіне бір айнымалыны жариялайтын болсақ, бастапқы мәнін беріп тұрып қай жерге дейін баратынын айтайық, шагын жазайық. Енді біз фордың ішіне жариялап ашып кәдімгідей жазған айнымалымыз ол фордың ішінде ғана жұмыс жасайды. Мысалы мен фордан қазір шығып мына сяут айды шығар десем, сяут айды шығар десем, мына жерге ештеңе жазбай қойайын. Мынау 3 рет әшейін айналып кетті. Мына сяут айды бәрібір ол шығармайды, білмейді. Неге? Ол тек міне қате шықты. Айды танып тұрған жоқ, айды көріп тұрған жоқ. Ол фордың ішіндегі мысалға мына айнымалы тек фордың ішіне ғана жарамды. Мына мысалға бізде мына жаққа жариялайтын болсақ айнымалыны, ол кезде мына жаққа жарияламауымыз керек. Ол кезде мына жер әшейін пустой тұрады. Мынаны бірақ біз көреміз мына жақта. Фордың ішінде жарияланбаған, ол сыртта жарияланған нәрсе. Мыналардың бәрі осы аймен жұмыс істей алады. Бұл айды бәрі көреді. Сыртта тұрған айды бәрі көреді. Мынаны көріп танып тұр. Осыны 3-пен тексеріп, осының ішіне кіріп бағдарлама жүреді. Бұның ішінде ештеңе жазылмаған. Но мынау мен көріп тұрма. Соны қарап жіберейік. Көріп тұр, ешқандай қате шыққан жоқ. Міне 4 шығарды. Неге 4 шығарды? Өйткені ай баста 1 болды. Бізде фордың ішіне кірдік. Мына айды біз мына фордың ішіндегі шарт мына айды танып тұр, білет. Сыртта жазылып тұрғаннан кейін мына айды танып тұр. Ол 3-тен кіші немесе тең деген шартты қанағаттандырып кіріп кетеді ішке. Фордың ішіне кіреді, фордың ішіне кірсе ештеңе жазылмаған, қайтып шығады деп. Мына келеді, 1-ді қосады, 2 болады, 2-мен қайтадан тексереді. Қайтадан шарт орындалып тұр, фордың ішіне кіреді, ештеңе жазылмаған, қайтып шығады. 3 болады, 3 дегенде де шартты қанағаттандырып тұр. Енді кіреді, осы жерде қайтып ештеңе жоқ, шығады да мына жаққа қайтадан басына барады. Бізде бірінші мына жаққа барады. Әбден мына шарт орындалмай қалмайынша фор жібермейді бізді келесі неге. Өзінің мына скобкасы біткен жерде мына жақта қандай да бір кодтар жазылып тұрса, ол жаққа жібермейді. Әбден мына шарт орындалмай қалғанша біз жібермейді. Енді бардық 3 болып тұрды, жаңа 3-пен кірдік, 3-ке тең деген мына шартты қанағаттандырды. Кірдік ішке, қайтып біткеннен кейін қайта барамыз мына жаққа. Мынаны тағы 1-ге толтырамыз. Уже бұл бізде 4 болды. Мынау уже орындалмай қалды. 4 3-тен кіші немесе тең деген шартты қанағаттандырмайды. Сондықтан мына шарт орындалмағаннан кейін ғана барып бізді фор жібереді сыртқа қарай. Сыртқа жіберді. Сыртқа шықсақ, сяут айды шығар деп тұр екен. Бізде айдың мәні осы тұрғанда 4. Символдар жайлы бірдеңе біліп кетейік енді. Символдар деген не еді? Символ дегеніміз мысалға проценттің белгісі болсын, мынадай белгі, сан, әріп, оның бәріміз символ дейтін едік. Оны бізде char деген тип қабылдайтын еді. Атын C деп қояйық. Мысалға енді бұл әрбір символда бізде ASCII код болады. ASCII код дегеніміз, яғни мына кестеге қарайтын болсақ, кез келген мысалы символдың өзінің ASCII кодтары бар. Мысалы тіпті пробелде де бар. Пробелдікі 32 ASCII коды, леп белгісі, решетка, доллар бәрінде ASCII кодтары бар. Яғни олардың сан түрі бар. Әріптердікі бөлек, кіші әріптерге бөлек. Немене? Дым жазбасаң да ASCII коды. Негізі enter болу керек. Enterдің ASCII коды болу керек. 127 деген. Енді бұны біз C++-те қалай көреміз? Мысалға кеттік сяут деп. Біз C-дің өзін шығарсақ, ол бізге D деп шығарып береді. Енді оның керегі жоқ. Енді осының алдына int деп жазатын болсақ, ол кезде бізге осының ASCII кодын қайтарады. Бағдарлама ASCII кодын қайтарады. Мысалға 100, осы 100 деген D деген символдың ASCII коды. D деген қайықта D міне 100.
енді кез келген символдардың өйстіп алдына int жазсақ, оны бізде ASCII кодын қайтарады. Немесе мынаның орнына int қоршап қойсақ болады. Int қоршап қойып саны осылай сыртына жазып қойсақ, мынау айнымалының аты болып есептеледі. Мынау айнымалының аты, мынау жаңағы с-ның ASCII кодын шығарып тұрған жоқ. C деген айнымалының аты, мынау айнымалының аты. Так, көрейік. Бізде дәл осы екеуі бір нәрсе. Яғни айнымалының ASCII кодын шығару үшін бізде чардың алдына int жазу жеткілікті. Енді осыны керісінше істеуге болады. Яғни мысалға C деген, D деген символдың ASCII коды бізде 100 болса, 100 деген сан қандай символдың ASCII коды деген нәрсені шығаруға болады. Яғни керісінше істейтін болсақ, мысалы 100 деген санды қазір біз шығарамыз. Ол яғни бізге 100 деп шығара қояды. Енді осының алдына керісінше char деп жазатын болсақ, бізге осы 100 деген қандай символдың ASCII коды соны қайтарады. Көрейік. Бізде 100, мынау бағанағы 100-іміз астында 100 деген санды char деген типтің ішіне алсақ, бізде ол қандай символға тиесілі ASCII код екені шықты. Енді бізде string деген бар еді. String деген ол бір ғана символ емес, бірнеше символдарды өзіне қабылдай алатын тұғын. Яғни ол уже қатар жол болып есептеліп, string деген типке жататын еді. Енді stringті біз қалай қарастырсақ болады? String деген осы символдардың тізбегі. Мынау қарап отырсақ, бірнеше символдар осы неге string деген типтің ішіне қатар жатып тұр. Енді мысалы оны былай визуалды түрде қарасақ болады. Яғни бірнеше символды ол осылай өзінің ішіне, мысалы артынша былай кете береді. Мысалға біз мынаған жаңа S дедік па, S деген атты берсек, осы S деген айнымалының аты болып есептеледі. Осы string типіндегі чарлардың массиві болып есептеліп тұр енді. Яғни бізде әрбір символдың өзінің индекстері болады. Индекс үнемі 0-ден басталады. Мысалы, біз S-дің 0-ші индексін алатын болсақ, ол бізде A деген символға тең. A деген символға тең. Бұл S-дің 0-ші тұрған индексі. Бірінші индексі B-ға тең, екінші индексі S-ға тең. Яғни біз оның индекстері арқылы stringтің әрбір символына қол жеткізе аламыз. Яғни бұл, мысалы, мына жерде string S дегеннің ішіне жазып қойдық. Бір хабарлама. Енді біз S-дің 0-ші индексін консольға шығарайық. Бізге не қайтарады екен? F дейді. Яғни S-дің 0-ші индексі ол бізде F-ға тең. 5-ші индексі бізде E-ге тең. Яғни 5-ші тұрған соңғы сан екен. Соңғы әріп екен. Міне осыны айтқым келді. Неге айттым? Өйткені бізде келесі есеп айтады. Бізге бір сан беріледі. Осы берілген санның әр цифрын қараймыз да, әр цифры үшін, мысалға бірінші цифрды қарайтын болсақ, тақ сан екен. Әрбір тақ санның артына 2 деген цифрды қосып отыр дейді. Мысалға бірінші цифр 1, бізде тақ сан 1-дің өзі түседі, артына 2-ні қосамыз. Екінші цифр 2, 2-ның өзі түсті, 2 тақ сан емес, сондықтан оның артына 2 қоспаймыз. 3, 3-дің өзі түсті, 3 тақ сан артына 2-ні қосып жазамыз. 4 түсті, 4 өзі түседі, ол
тақсанға жатпайды. Сондықтан 4-тен кейін ештеңе жазбаймыз. 5-тің өзі түседі. 5 тақсан болғаннан кейін артына 2-ні жазамыз. Енді бұны қалай шығарамыз? Кеттік. String деп алайық. Біз негізі сан беруіміз керек мына жерде. Бірақ сан емес, string берейік біз. Stringті әдейі айтқанмен string s деген болсын берейік. Осы for арқылы әрбір индексін біз бөлек қарастыра аламыз. Яғни for бізде кестеге қарайтын болсақ, 0-ші индекстен бастап осы s деген қатар қай жерге дейін бітеді, соған дейін біз өстіп әрбір символын өстіп қатар алып, ол тақ па, жұп па, соны тексеріп, артынша 2-ні тіркеп отырамыз. Кеттік. Енді бұның ұзындығын қаяқтан білеміз? Бізге кез келген ұзындықта санды беруі мүмкін. Бұл неше дейді өзі? 10-ның 9 дәрежесінде дейін деп тұр. Яғни 9 цифрға дейін қатарынан бере алады. Оның бізде size деген функция бар. Яғни осы s деген айнымалының осы ұзындығын бізге қайтарады. Яғни біз 0-ден бастап s-тің size-на дейін жүгіреміз. Бір-бірден қосып отырамыз. Кеттік, ішке кірейік. For-дың ішіне кірсек, қандай код жазамыз енді? Біз жерде бүйдеп айтайық. Бізде осы тұрғанда s айымыз, s егер 0 болып кірсек, 0 дегеніміз жаңағы бірінші тұрған символы қарастырылады. 1 болса 2, 3 болса ол түсінікті. Енді осы ASCII кодтар арқылы бірінші оны int типіне жазайық. Өйткені біз оны жұп не тақ екенін білуіміз үшін оны int қылып қарастырамыз. Өйткені қазір біз жұп не тақ екенін білу үшін оны 2-ге бөлгендегі қалдығы 0 болу керек деп тексеруіміз керек. Ал бұл бізде символ болғаннан кейін оны біз 2-ге бөліп қарастыра алмаймыз. Ол кәдімгі символ ретінде тұр осы тұрғанда. Енді оны int b деген бір типке жазып алайық. Бізде int s-тің i-ші элементін осы int типіне айналдырып сан қылып аламыз. Бірақ бір но бізде мысалға 5 деген сан болсын, 5 деген сан болса, оны бізге 5 деп айналдырып бермейді. 5 деген сан қаяқта? 5 деген сан мысалға бізде ASCII коды 53. Бұны бізде 53 деген санға айналдырып береді қазір. 53 деген санға айналдырып береді. Енді 5 деген сан болса, бізге 5 деп айналдырып бергені керек болып тұр. Сондықтан біз бұдан осылай 0 деген санның ASCII кодын алып тастаймыз. Неге? Өйткені біз мысалы 5 деген саннан 0 деген санның ASCII кодын алып тастайтын болсақ, бізде 5 деген сан шығады. Мысалға 0 деген цифрдың символдың ASCII кодынан 0 деген символдың ASCII кодын алып тастасақ, 0 деген сан шығады деген сияқты. Сондай есеп қой. Сондай есеппен біз осылай символды қалай тұр, солай санға айналдырып ала аламыз. Енді кеттік. Егер осы тұрғанда біз b деген санға жазып алдық. Егер b 2-ге бөлінсе, оның 2-ге бөлінгендегі қалдығы 0 болса, ол жұп болып есептеледі. Яғни біз жұп санның бірінші өзін шығаратынбыз, әшейін өзін шығарамыз. Егер ол жұп болмаса, бірінші санды шығарамыз. Бірінші жаңағы SI-дің шығарамыз да, артынша 2-ні тіркейміз. 2 деген символды тіркейміз. Болды осы есеп. Көрейік. Мына санды беріп көрейік. Санды берсек не дейді екен? Қарайық. Дәл
солай шығарып тұр. 3-тен кейін 2, 5-тен кейін 2. Есепте n тиындар жатыр екен. Кейбіреуі решки, кейбіреуі гербом дейді. Кейбіреуі мысалы сан жағымен, кейбіреуі мына гүл жағымен қарап жатыр да, соның. Енді бізге барлығы бір жаққа қарап жатыру үшін аударуымыз керек тиынның ең аз санын сұрап тұр. Енгізілетін айнымалар бірінші n-ді енгіземіз, яғни тиынның саны. Келесі n әрқайсысы үшін мысалға енгізіп шығамыз, қай бетімен жатқанын енгізіп шығамыз. Мысалға 1 десек, ол тиын жағымен қарап жатыр, 0 десек, гүл жағымен қарап жатыр. Енді мына суретке қарайтын болсақ, барлығы бірдей бетке қарап жату үшін тиын жағымен қарап жатқандарды санап алсақ, 3, гүл жағымен қарап жатқандарды санап алсақ, 2. Негізі қай жағымен қарап жатқан тиындардың саны аз болса, соны аударып жіберу керек. Олай болса, бірінші n тиындардың санын енгіземіз. Келесі, енді бізде бетик тиын жағымен қарап жатқан, сан жағымен қарап жатқан монеталардың санын бір айнымалы есептеп отырсын. Гүл жағымен қарап жатқан монеталардың санын екінші бір айнымалы есептеп отырсын. Мысалға А деген айнымалы бастапқы мәні 0, ол сан жағымен қарап жатқан монеталардың санын есептесе, Б-ның да бастапқы мәні 0 болады. Ол гүл жағымен қарап жатқан монеталардың санын есептеп отырсын. Кеттік формен 0-ден бастап яғни n-ға дейін жүгіреміз. Ол монеталардың саны, яғни бүкіл монеталарды қамтимыз. Кеттік бір шақтан. Енді бізде n рет 0 немесе 1 деген санды енгіземіз. Ол бізде k деген айнымалы болсын. Егер k 1-ге тең болса, ол бізде 1 деген жағы қарап жатыр бізге. 1 деген жағы қарап жатыр. Оны А есептеп отырсын. Яғни Аға 1-ді қосамыз. А плюс дейік. Аға 1-ді қосамыз. Егер else, яғни уже К бізде 0 болып жатса, оны Б есептеп отырсын. Есеп осылай. Енді бізде бір жағымен қарап жатқан және гүл жағымен қарап жатқан сандардың саны бар. Екеуінің қайсысы аз, соның санын әшейін шығара саламыз. Яғни if A кіші болса Б-дан А-ның санын шығарамыз. Кіші болса, тең болса, екеуі де енді тең болып қалса да, сол шығарамыз ғой енді бәрібір. Қалған жағдайда уже Б кіші болса, Б-ның санын шығарамыз. Кеттік. Шықты 2 деген жауап. Енді мына жерде А мен Б-ны 2 айнымалы жарияламай қойайық. Артық негізі нәрсе. Себебі бізде тиын жағымен қарап жатқан монеталардың саны белгілі болса, гүл жағымен қарап жатқан монеталардың саны әшейін общий монетаның санынан азайта салсақ, соның өзі жеткілікті емес пе, не керегі бар оны санап. Мына жерде К-ны енгізген кезде сосын тағы бір нәрсе әшейін К дей салсақ болады. Неге? Өйткені мына жерге 1 деген сан жазсаң 2, 3, 4 кете береді. If жұмыс істейді. If-тің ішіне кіреді. Бірақ 0 деген сан үшін if жұмыс істемейді, яғни if-тен өтіп кетеді, else жұмыс істеп кетеді. Сондықтан мына жерге жай әшейін К десек болады. Егер К 1-ге тең болса, А есептейді.
б-ны түптен алып тастасақ болады, керегі жоқ. А-ны біз тиын жағымен қарап жатқан сандардың количествосы керек бізге монеталардың. А n азайтылған адан кіші болса, бұл жаңағы бізді б-ның мәні ғой енді. Кіші немесе тең болса а-ны шығарады, болмаса а-ны шығарады деген әңгіме ғой. Сол бір әңгіме. Келесі Иван Васильевичке қарбыз таңдауға көмектесіп жіберейік. Екі қарбыз таңдағысы келіп тұр екен, біреуі өзіне, біреуі енесіне. Өзі n қарбыздың ішінен ең салмағы жоғарғысын алып тұр, енесіне салмағы ең азын алғысы келеді екен. Бізде енгізілуі керек ақпараттар: бірінші қарбыздың саны, количествосы, содан кейін әр қарбыздың салмағы енгізіледі. Осының ішінен бірінші енесіне таңдап береміз, ең салмағы азын, екінші өзіне ең салмағы көбін таңдап береміз. Кеттік. Бірінші n бізде қарбыздың саны. Одан кейін мен қарбыздардың салмағының ішінен ең максималды және ең минималды салмақты анықтау үшін екі айнымалы жариялағым келіп тұр. Біреуінің атын min деп қояйын, екіншісінің атын max деп қояйын. Бірінші, мен ешқандай қарбыздың әлі салмағын білмеймін. Минимальный дегенге мен әуел бастапқыда потолок үлкен санды қоям. Солай болжайым. Мысалға, мына жақта ешқандай сан 30 мыңнан аспайды екен. Мен оған 30 мың, 40 мың, неден аз 30 мыңнан аз болмаса болды. Ең үлкен санды мен минға беремін. Ал максқа ең кіші санды беремін. Максқа ең кіші санды беремін. Енді ол қарбыздың салмағы теріс болмайды. Яғни ең кіші дегенде 0 деген санды беремін. Неге? Оны қазір түсінеміз. Кеттік, жүгірейік. 0-ден бастап ай n-ға дейін. Каждый раз біз k деген мысалға айнымалын енгізейік. Ол бізде салмақ, қарбыздың салмағы. Енді мысалға бірінші кіргенде бізде 5 деген мысалға сан енгізілсе, бізге бірінші қарбыздың салмағын білдік. Не істейміз? Бірінші қарбыздың салмағын білдік. Егер ол біздің миннан да кіші болса, яғни салмақ кіші болса, камыз біздің жаңа салмақ, ода минимальный деп ойлаған салмағымыздан кіші болса, ол кезде миннің мәні өзгереді. Біз ойлағаннан да кіші, миннан да кіші сан бар екен. Яғни жаңа миннің мәні жаңа к-ға өзгереді. Ал егер біз максимальный деп ойлаған, жаңа әуел бастапқы максимальный деп ойлаған салмақтан да жоғары болып шықса, біздің жаңағы 5 деген, мысалы бірінші қарбызымыз 5 болды ғой, ол жоғары болып шықса, сол максимальный деп ойлаған немізден, онда макстың салмағын к-ға жаңартамыз. Цикл қайтып айналып келеді. Екінші қарбыздың біз салмағын естіген кезде к енгізіледі ғой. Ол кезде тағы қараймыз. Егер біз минимальный деп ойлаған санымыздан жаңағы кіші болып шықса, ол кезде миннің салмағы тағы өзгереді. Жаңағы алдыңғыларымен салыстырылып, ең минимальный мәнді осы min деген к, ал максимальныны макс деген айнымалы алып шығады соңында. Яғни соңында біз консольға тек бірінші минді, екінші максты шығара саламыз. Кеттік. Көрейік, жаңағы бірінші нені алайық. Параметрді 1 және 9 деген. Енді келесі break деген нәрсе бар. Breakпен біз оның алдын switch'ті өткен кезде бір танысып кеттік, көрдік. Switch'ті өткен кезде бізде ол жұмысы не еді? Switch'тің ішіне кірген кезде бізде кейстер болды. Кейстерден кейін біз break қойдық.
оның жұмысы, мысалы біз бірінші кейске кірсек, сол жерден бастап брейк switchтің жұмысын тоқтататын тұғын. Яғни басқа кейстер бар болса, егер мысалы кейс 2 деген бар болса, біз оған кіре алмайтын тұғымыз. Бізде switchтің жұмысын брейк бітіріп тастайтын еді. Енді циклдағы жұмысы да дәл сондай. Яғни қандай да бір шарт орындалса, цикл бітсін деген сияқты жұмыс жасайды. Яғни біз бесконечный бір цикл жасайық. Мысал ретінде циклда біз бағдарламамыз бір санды жазуымызды қайта талап ете берсін. Мысалы шығарайық, бір 11 деп жаз деп ше, 11 деп жаз деген сияқты. Бір сан жазуымызды қайта талап ете берсін. Яғни біз бір санды енгіземіз. Ол егер біздің жазып енгізіп тұрған санымыз 11-ге тең болса, бағдарлама цикл бітсін деп осылай айтамыз. Міне брейк деген осылай орындалады. Кеттік. Болмаса ештеңе істемесін, цикл тоқтамайды. Бірақ астыға түсейік. Handle жасап қояйық осы жерге. Handle'ды мынадан кейін жасау керек еді. Мынадан кейін жасау керек еді. Жаңа жолға көрейік қалай жұмыс жасайтынын. 11 деп жаз дейді. Жоқ. 11 деп жазбайым. 3 дейм, 5 дейм, 123 дейм. 11 деп жаз деп айта береді. Бұл шексіз цикл болғаннан кейін 11 деп жаз деп айта береді. Не істеп отыр бұл? Бүйтіп айналып қайта осы ішіндегі кодты қайта орындап жатыр. Мына if'ке кіріп тұрған жоқ, өйткені біздің енгізіп жатырған камбыз мына шартты қанағаттандырмай жатыр. Егер біз 11 деп жазатын болсақ, осы жерден цикл бітеді, бағдарлама бітеді. Мінекей break while бұл да бір циклдың түрі. Бұл да құрылымы дәл for сияқты. Жұмыс жасау принципі де сондай, бірақ мына жерге тек шарт жазылады. I 5-тен кіші деген сияқты шарт жазылады. Енді бұл пока мына шарт false қайтармайынша true болып тұрма, істей береді, тексереді, қайтып айналып кетеді, істей береді, тексереді, қайталанатын код қайта орындала береді. Мына жерге біз кім ұқсап forдағыдай int I деп айнымалы жариялай алмаймыз. Но сыртта тұрған айнымалымен жұмыс жасай аламыз. Сыртта тұрған айнымалы бұл таниды, көреді. Бұл жерге шартты да жаза алмаймыз. Жаңа кім ұқсап forдағыдай шартты да жаза алмаймыз. Шартты жаза алмасақ, енді ол шексіз не болып кетеді ғой, цикл болып кетеді ғой. Ештеңе етпейді, оны ішіне жасалсақ та болмай ма. Енді бізде мына шартта түбінде мен айттым, бұл не false, не trueге арналған орын ғой. Егер біз мына жерге true жазып қоятын болсақ, бұл шексіз цикл. Яғни оның ішінде қандай шарт болса да, жаңағыдай брейк тұрмаса, брейк тұрып бір шарт орындалып кетіп солай тоқтамаса, бұл тоқтамайды. Яғни мына жерде үнемі true тұр. Яғни бұл орындалып тұр деген мағына. Енді дәл осындай тағы бір циклдың түрі деуге бола ма? Білмеймін, дәл while ғой бұл да. Do while деген нәрсе бар. Тек керісінше жаңа бізде мына жерге орындалады қайталанатын кодымыз. Код. Осы жерде орындалады қайталанатын код. Бұл бірінші істейді. Содан кейін барып мына жерде жазылған шартпен тексереді. Бұл шарт орындалса, қайтадан басына барып осы кодты орындайды. Шарт орындалса, қайтадан кодты орындайды. Бұл бірінші істейді. Жаңа кодты орындап алады да, содан кейін барып тексереді. Жаңа біз кодты, шартты бірінші тексеріп алып барып істедік қой. Жоқ, бұл бірінші істейді, екінші условияға қарайды. Яғни бұл не деген сөз? Бұл
хотя бы бір рет орындалып кетеді деген сөз ғой мына жерде тұрған код. Енді давайте мысалға айтайық. Int I деген нөлге тең болсын, while I жаңағы бестен кішіміз жазайық. South sun дейік. Sun деп артынша I шығарайық. Міндетті түрде I-ды сосын қосуды ұмытпаймыз. Көрейік. Бұл да кәдімгі цикл жұмыс жасау принципі түсінікті деп ойлаймын. Енді бір қызық нәрсе, шатысып кетпеңіздер. Мына жерге егер мен South қазір I-ды шығаратын болсам, ол бізде 4 шығармайды. Неге? 4-ші итерацияда бізде 4 болып кірген кезде South 4 деп шығарды ғой. 4 деп шығарды. Но мынау орындалмай ма одан кейін? 5-ке арттырады. Цикл бітеді, қайтадан циклдің басына барады, шартпен тексереді, 5 өз-өзінен кіші емес. Сондықтан осы жерден цикл бітіп, while бізді босатады. Келесі, мысалы, Southқа барсақ, уже I-дың мәні бізде 5. Continue дегеніміз мысалы бір кодта ignore жасау деген сияқты. Осы шарт орындалса, мына кодтар орындалмасын деген сияқты. Мысалы, жаңағы мысалымызды қайталап жіберейік. While мысалы I оңға дейін болсын. I-ды бірінші қосайық. Содан кейін егер бірінші жаңағы неміз шығарайықшы. South sun дейік. I-ды шығарсын. Көрейік, негізі 0-ден 1-ден 9-ға дейінгі сандарды бізге шығару керек қазір. 10-ға дейінгі сандарды шығарады. Бірінші қосып алады. Енді continue не үшін біз continue'ді қолданамыз. Мысалға қандай да бір шарттан болса I тең 5-ке деп continue деп жазатын болсақ, I 5-ке тең болып келген кезде, мысалға, осы жерде I 5-ке тең болып кірген кезде 4-ке тең болып кіреді негізі. 5-ке тең болады осы жерден, қосып алады. 5-ке тең болып кірген кезде, I мына шарт орындалады да continue дейді. Continue'дің астында тұрған шарттардың ешқайсысы орындалмайды мына жақта. Кодтардың ешқайсысы орындалмайды. Мысалы, мына жақта тағы бір South тұрсын, if тұрсын, else басқа кодтар тұрса, орындалмайды. Бірден continue'ден кейін бірден while'дың соңына барады. While'дың соңына барады да қайтып айналып келеді. Мына жақтағы шартты қайта тексереді. Яғни 5-ті уже 5 деген шарт орындалса, уже кодтың бәрінен ignore жасап тұр бұл. Көрейік. Қазір 5-те айналып өтіп кету керек. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Continue осы үшін керек. Басқа айтатын continue'дің ештеңесі жоқ. Илья Муромец, Илья Ильин, короче. Айдахармен төбелесіп жатыр. Айдахар, 3 басты Айдахармен. Со 3 басты Айдахардың бір басын шауып тастасаң, орнына 3 бас шығады. Енді айтады бізге X деген сан беріледі. Біз Айдахардың басын шауып, осы X деген неше рет шауып, осы X деген количестводан біз оның басының санын асыра аламыз дейді. Бір шапқанда 3 басын бірден шабады екенбіз. Яғни бұл деген не деген сөз? Бір шапқанда басының саны 3 есеге артады деген сөз ғой. Кеттік. Бірінші бізге жаңағы int x-ті берейік. Екінші, маған оның Айдахардың басының әуел бастапқы саны керек. Бұл деген айнымаға жазып қойшы. Әуел бастап оның басының саны 3 болады. Маған неше рет шапқанымды санап отыратын айнымалы керек. Сум дейік 0. Әуел бастап мен ешқандай саппаймын. Кеттік, онда while шексіз цикл болсын. Мен қазір тоқтатып аламын оны. Егер айтам
айдаһардың басының саны мына x-тен асып кетсе, яғни b x-тен асып кетсе, үлкен болса, ол кезде мен неше рет шапқаным шығарам, неше рет шауып мен асырдым. Сум мен мүмкін шаппасам да асып тұрған шығар ол. Соны шығарам, және осы жерден бітеді бағдарлама. Цикл бітеді. Ал жарайды, бір шаппағанға аса қоймаса, онда мен шабуым керек, шабайын басын. Үш басын бірден шабамыз. Яғни біз шапсақ, шапқанымызды есептеп отыратын сумма бірге артады, ал оның басы 3 есеге артады. Яғни басы тең болады b-ны көбейткенде 3-ге. Қысқаша дәл осыны бүйтіп жазсақ та болады. Негізі обычно көрейік. Болды, бітті. Не шығайын. Көрейік. Жүргізіп. Так, бірінші 5. Айдаһардың басын 5-ке жеткізу үшін біз оның басын неше рет шабамыз? 1 рет шабамыз. Әуел баста 3 болып тұрады. 3 басын бірден 1 шауып тастаймыз. 1 басқа 3 шығады. Екінші басына тағы 3 шығады. Үшінші басына тағы 3 шығады. Сол кезде 9 болады. Сол асып кетеді. Аста. 1 шауып асырып тастадық. Давайте 27. 27-ден оның басының санын асыру үшін біз 3 рет шабады екенбіз. Келесі бізде Даша суши жасағысы келіп жатыр. Сушиға әуел баста 3 жылан балық, сосын бір сиқырлы балтыр сатып алған. Енді ана балтыр сағат сайын гүлдеп, жылан балықтар 2 есеге артады екен. Сағат сайын. Сол 2 есеге артқан кезде біреуін Даша ролл жасауға пайдаланып тұр. Енді айтады бізге, олардың саны x-қа жеткен кезде, жаңағы жылан балықтардың саны x-қа жеткен кезде Даша оянып кетеді екен. Даша неше сағат ұйықтады дейді. Енді қалай шығарамыз? Не ғой? Біз пока x-іміз, яғни жылан балықтардың саны біздің x-қа жетпейінше қайта олардың саны 2 еселеп отырамыз. X-қа жетпейінше 2 еселеп отырамыз. 2 еселеп 1-ге азайтып отырамыз. 2 еселейміз, 1-ге азайтамыз, 2 еселейміз, 1-ге азайтамыз. Неге? Жылан балықтар сағат сайын 2 еселеніп тұр. Оның біреуін Даша жаңа ролл жасауға пайдаланып тұр ғой енді. Сондықтан пока x-ке жеткенше біз 2 еселейміз, 1-ге азайтып, 2 еселеп 1-ге азайтып отырамыз. Үшін кеттік int x-ті енгізейік. Бізге жаңағы жылан балықтардың бастапқы саны керек 3 еді. Сосын сағатымды менің есептеп отыратын бір айнымалы керек. Әуел баста 0 сағат. Кеттік while. Пока біз істейміз. X, яғни біз x-ті бердік қой жаңа. X бізде жылан балықтардың санынан көп болса жүре берсін. Егер while-ға кірсе, значит, while-ның ішіне кіріп кетсе, значит, x әлі үлкен. Яғни 1 сағатты өтеді, уже 1 сағатты өткіземіз. A-ны, яғни жылан балықтардың санын көбейтеміз. Яғни A көбейту 2 еселенеді. 1 сағат өтеді, 1 сағат өткенде жылан балықтардың саны 2 еселенеді. Оның біреуін алып қояды кім? Даша ролл жасайды. Сонымен мынау осылай еселеніп келеді да x-қа тең болып қалса, немесе одан үлкен болып кететін жағдайда уже while тоқтап қалады. Сонымен сумды осы жаққа шығара саламыз. Көрейік. Қандай нелер бар еді? 1 десе 0 дейді, 4 десе 1 дейді, 4 десе 1 дейді, 10 десе 3 дейді,
10 десе 3 дейді. Общем, осылай шығады десе. Бақшы, мына bits std++.h деген қандай кітапхана? Біз айттық, C++-те кітапханалар көп. CMAS, IOStream, алгоритм деген кітапхана. Ертең C++-те вектор, set деген нәрселер бар. STL-ге өтсең, ол кезде сол векторды қолданатын болсақ, вектордың кітапханасын, сетті қолданатын болсақ, сеттің кітапханасын жазуын отыруымыз керек болады. Өйткені мына жаққа оны қолдансақ, түсінбейді. Мысалы, CMAS жазбасақ, жаңағыдай түбір асты деген сияқты, мысалы квадрат деген сияқты жаңағы нәрселерді қолдана алмаймыз. CMAS-ды қоспасақ, енді bits деген қандай кітапхана? Бұл бүкіл C++-те қандай кітапхана бар, соның бәрінің жиынтығы ғой. Bits деген мысалы папканың ішіне std++.h деген файл ашқанда, соның ішіне include ортып тастаған ғой бүткіл. мына CMAS-да бар негізі, негізі логикалық қате, 2 рет шақырылып тұр CMAS негізі осы жерде. Соның бәрін include деп сол жаңағы std++.h деген файлдың ішіне шақырып тастаған. Сол енді бұл кейбіреуінде бар, кейбіреуінде мысалға VS Code-пен жазатын болсаң, мысалы VS Code-да көбіне жазған кезде оған андай қоме істеу керек болады. Ана C++ мысалы кітапханалары тұрған папканы тауып аласың да, қасына bits деп папка ашып қоясың. std++.h деген ішіне файл ашып, соның ішіне код жазып қоясың. Include деп барлық кітапханаларды қосып, YouTube-та бар, іздесең тауып аласың. Мына негізі пока керегі де жоқ. IOStream орай берсек болады. Беріледі, екеуінің ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз керек. Бүйтейік, екеуінің қайсысы кіші, соны біліп алайық. Сосын соны бір айнымаға жазып қоямыз. Соны азайта береміз, екеуіне қалдықсыз бөлініп кеткенше. Екеуіне қалдықсыз бөлініп кеткен кезде сол бізде ең үлкен ортақ бөлгіші болмай ма? Кеттік, мысалға мен баны енгізейік, берейік. Екеуінің қайсысы кіші екенін анықтап алайық. Үлкен немесе тең болса бұдан бізде I деген айнымаға жазып қояйық. Кішісі B. Мысалға мына жерге I жарияласайық. Кішісі B болды. Else I бізде кішісі A болады. Енді while true дейміз. Азайта береміз қайта-қайта. I-ды бүйтіп қайта-қайта азайта береміз. Пока ол егер мысалы A-ға бөлгендегі қалдығы I-ның 0 болса, және B-ға бөлгендегі қалдығы 0 болса, ол кезде бізде уже I екеуінің ортақ бөлгіші болып саналады. Және break, осы жерден тоқтау керек цикл. Олай болмаса, тағы азайтамыз, қайтып келіп, қайттан тексереміз, екеуіне қалдықсыз бөліне ме, бөлінбесе, қайттан азайтамыз, сөйтіп қайта-қайта айналып келіп тексере береміз. Көрейік, мысалға бізде 12 мен 40-тың ең үлкен ортақ бөлгіші 4. Екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін табудың оңтайлырақ әдісі бар. Мысалға біз 252 және 105 деген екі санды алайық. Бұл Evclid әдісі. Evclid әдісі не дейді? Екеуінің қайсысы кіші, қайсысы үлкен екенін анықтап алайық. Мысалға үлкеніне mx деген айнымалыға, ал кішісін mn деген айнымалыға жазып алайық. Evclid әдісі не дейді? Бірінші сендер бетіңдер дейді. Бірінші сендер үлкен санды кішісіне бөлгендегі қалдықты алыңдар дейді. Мысалға 252-ні 105-ге бөлгендегі қалдықты алыңдар дейді. Аламыз, ол бізде 42 болады. Үлкен санды кішісіне бөлген кездегі қалдығы. Енді екі осы айнымалының орнын ауыстырамыз. Бірінші
екеуінің емес. Бірінші mx-тің үлкенінің орнына кішісін ауыстырамыз, ал кішісінің орнына біз қалдықты аламыз. И қайтадан үлкенін кішісіне бөлгендегі қалдықты алып аламыз. Бұл бізде 21, қателеспесем 21. Қайтадан үлкенінің орнына кішісін аламыз, ал кішісінің орнына қалдықты аламыз. Қалдығымыз 21 болды. Енді 42-ні үлкенін кішісіне бөлгендегі 21-ге бөлгендегі қалдықты алып аламыз. Бұл бізде 0. Когда бізде 0 болып қалады ғой, бөлген кезде, осы 0 болып қалған кезде 0-ден бұрын шыққан қалдықты ала саламыз. Бұл бізде 21 деген 0-дің алдында шыққан қалдық, және бұл осы 252 мен 105-тің ең үлкен ортақ бөлгіші болып табылады. Шығарайық. Бұл есеп қалай шығарамыз? Бірінші екеуін жариялаймыз, енгіземіз. И екеуінің қайсысы үлкен, соны қайсысы кіші, соны біліп алайық. Бірінші mx-ге екеуінің қайсысы үлкен, соны жазамыз. Бізде max деген функция бар, 2 мән қабылдайды. Ол бізге осы екеуінің қайсысы үлкен, соны тауып, соны қайтарады. Ал mn дегенге бізде min деген функция бар, бұл да дәл солай. Минимальнысы қайсысы, соны қайтарады және mn-ге жазып қояды. Кеттік. While шексіз true жасап қояйық, бұл жерге өзіміз тоқтатып аламыз. Енді үлкенін кішісіне бөлгендегі қалдықты алды жаңа бірінші. Ол қалдықты I деген айнымалыға жазып алайық. Яғни бізде үлкені mx, соны mn-ге бөлгендегі қалдықты бірінші алып аламыз. Екінші не істейміз? Осы үлкенінің орнына кішісін жаз деді. Үлкенінің орнына кішісін жазды, ал кішісінің орнына қалдықты жаз деді. Егер бізде қалдық 0 болса, бұның алдындағы қалдық, 0-ден алдында шыққан қалдық бізде осы есептің жауабы болатын тұғын. Біз айдың алдында шыққан қалдық бізде mn еді. mn-нің мәнін мына жерде mx-ге беріп жіберіппіз. Сондықтан бізде mx осы қалдық болады. И осы жерден цикл бітсін деп айтайық. Жаңағы мысалымызды қайттан алайық. 252 мен 105-ті алайық. 252 мен қай қарасып отыр? 252 мен 105-тікі бізде негіз 21. Ең үлкен ортақ еселік енді. Ең үлкен ортақ еселікті қалай табамыз? Бұнда да жаңағыдай екі санның уже үлкенін тауып алып, әбден екеуіне бөлініп, қалдықсыз бөлініп кеткенше бірді қоса берейік. Сол кезде ол қалдықсыз екеуіне де бөлініп кетсе, ол бізде ең үлкен ортақ еселік болып табылмай ма? Кеттік, жаңағыдай үшінші айнымалын алып алайық. Бізде айнымалы, үшінші айнымалына қайсысы үлкен соған жазып қоямыз. Бірден max деген функцияны пайдаланып кетейік. Max деген функция ішіне екі сан қабылдайды. Осы екі санды бір-бірімен салыстырып, ең үлкен санды қайтарады. Яғни осы жолы бізге I деген айнымалыға ең үлкенін ішінде жазып тұрған осы екі санның ең үлкенін қайтарады. Ең үлкен санымызды тауып алдық, қайсысы үлкен екенін білдік. Енді true дейік. Егер бізде осы I жаңағы біздің A-ға да қалдықсыз бөлінсе, және осы I B-ға да қалдықсыз бөлінсе, онда осы ең үлкен ортақ бөлгіш болып, еселік болып табылады. И ең үлкен ортақ еселік тапқаннан кейін цикл бітуі керек. Болды.
бірді осы жаққа қосып отырамыз. Егер бұл ең үлкен ортақ еселік болып табылмаса, яғни мынаған кірмейді да, ол кезде бірді қосамыз, қайтып айналып келіп қайта тексереміз. Әбден екеуіне бөлініп кеткенше тексереміз. Көрейік. Жаңа бізде мысалда 24 пен 40-тың осыны сайналайын. Мен әлі енгізбеп. Сен енгіземіз. Б. Кеттік. 24, 40. 24, 40. 120. Ең үлкен ортақ еселіктің де табудың жеңіл жолы бар. Жаңа біз Евклид әдісімен ең үлкен ортақ бөлгішті тиімді әдіспен таптық. Енді ең үлкен ортақ еселікті табу үшін, мысалы екі санның ең үлкен ортақ еселігін табу үшін екі санды көбейтіп, оны екеуінің ең үлкен ортақ бөлгішіне бөле салған жеткілікті екен. Кеттік, енді сонымен шығарып көрейік. А-ны, Б-ны бердік, енгіздік. Жаңа біз қалай есептедік? Ең үлкен ортақ бөлгіш есептеп алайық. Бірінші mn бірден минимальный min деген функция, бұл бізде екі мән қабылдайды, екеуінің азын қайтарады. mx та сондай, max деген функция a, b деген белерді қабылдайды. Енді while бірінші бұны шексіз цикл қыламыз. Не істедік? Бірінші үлкенін кішісіне бөлгендегі қалдықты алып аламыз. Int i-ға жазып аламыз. Үлкені max, оны кішісіне бөлгендегі қалдықты жазып алдық жаңа. И үлкеніне кішісінің мәнін, кішісіне қалдықтың мәнін жазып, мәндерін жаңарттық. Егер қалдығымыз бізде 0-ге тең болатын болса, ол кезде осы i деген сан бізде не болып табылатындығын, жаңағы ең үлкен ортақ бөлгіші болып табылатын еді. Енді ол ең үлкен ортақ бөлгіші болып табылса, осы жерден біз не істейміз? Жаңағы екі санды a мен b-ны көбейтіп, соны ең үлкен ортақ бөлгішіне бөліп шығарып қоямыз. И осы жерден бітсін неміз. Бұл уже мына формула ең үлкен ортақ еселіктің формуласы. 24 пен 40-та мысалы алдық. 0 деген 0. Нағыл дейсің енді. Ой, яқта ұнау емес. mx қой бізде. Екеуінде қалдық 0-ге тең болып кетсе, бұның алдыңғы қалдығы екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіші болып табылатын еді. Яғни бұның алдыңғысы қалдығы бұл бізде mx болып табылатын еді ғой жаңа. Табылатын еді. Кеттік тексерейік. 24 және 40. 120 деген сияқты. Не дейді? 4 сан беріледі. 4 сан, мына 4 сан нені білдіреді? Бірінші бізде алдыңғы жазылған 2 сан. Бұл 3 бөлінген 5-ті білдіреді. 3 бөлінген 5, 3 бөлінген 5, ал мына 2 сан 2 бөлінген 10 дегенді білдіреді. Екеуін көбейткендегі шыққан мән, яғни қазір бізге бірінші 3 берілді, 5 деген сан берілді, 2 деген 10 деген сан берілді. Осы сандар нені білдіріп тұр? Мынадай мағына. Яғни 3 бөлінген 5, екіншісі 2 бөлінген 10 деген мағына білдіріп тұр. Енді бедейді бізге айтып тұр, екеуін көбейткендегі мәнді шығар дейді. Шен мына не ғой? Кәдімгі көбейту ғой. Екеуін көбейтсек 50, мына екеуін көбейтсек
6, екеуі қысқарып нешеге 2-ге қысқарады, мынау 3 болады да, мынау 25 болады. Соңында шығатын осы 2 санды шығар деп тұр ғой, міне 3 пен 25 деген сол сан. 3 пен 25 деген сол сан бірінші алымын, екінші бөлімін шығарады екенбіз. Кеттік. Қалай шығарамыз айтпақшы? Қалай шығарамыз? Енді екеуін көбейте саламыз да. Бірінші мысалы А, Б, С, Д деген сан берілсе, А-ны С-ға көбейтеміз, Б-ны Д-ға көбейтеміз. Өстіп екеуін жазып аламыз да. Екеуіне ортақ бөлгішті жаңа біз таптық. Екеуіне ортақ бөлгішке бөліп шығара саламыз. Аға кеттік. 4 сан беріледі. Енді А, Б, С, Д енгізе салайық. Бірден А, жоқ, бұзын қылмай. А, Б, С, Д. Енді А мен С-ны көбейткенімізді, А мен С-ны көбейткенімізді, Б мен Д-ны көбейткенімізді бір бөлек айнымалыға негізі жазып алуымыз керек. Бірақ айнымалыларды қайта құра бермей, оны А-ның өзіне жазып салсақ та болады. Одан кейін бізге А керек жоқ. Мынаны мысалы Б-ның өзіне жазып салсақ болады. Кеттік. Енді не істейміз? Екеуінің қайсысы кіші, қайсысы үлкен сан екенін біліп алуымыз керек. Ол не үшін? Бізде жаңа ең үлкен ортақ бөлгішті табу үшін үлкенін кішісіне бөлгендегі қалдықты алып сөйтіп ауыстырып отырдық қой. Сол үшін жаңағыдай int mn дегенге минимальный ab mx дегенге max ab деген сандарды енгіземіз. Кеттік. While қалай еді жаңа шексіз қылып бірінші не істейтін едік? Үлкенін кішісіне бөлгендегі қалдықты бірінші алып аламыз I дегенге. Содан кейін үлкеніне кішісінің мәнін жазамыз, ал кішісіне үлкенінің мәнін, кішісіне қалдықтың мәнін жазатын едік. Егер бізде қалдық 0-ге тең болатын болса, ол кезде осы бізде ол кезде не? Мына бізде макс осы екеуінің ортақ ең үлкен ортақ бөлгіші болады дедік. Яғни осы жерден бағдарлама бітсін. Макс бізде ең үлкен ортақ бөлгіші болып шығады. Яғни біз шығарған кезде бірінші А-ны осы максқа бөліп шығарамыз, және Б-ны максқа бөліп шығарады екенбіз. Енді бір есептің жалғыз бір емес бірнеше шығару түрі бар. Сол сияқты болды есептің шығару түрі ғой. 3, 5, 2, 10 деген тестті беріп көрейік. 3, 5, 2, 10 берсек, мысалы 3 пен 25 дегенді шығару керек есептің шарты бойынша. N деген сан беріліпті. Біз N деген санға қарап yes деп жауап береміз. Егер бұл N 2-ның x дәрежесінің мәнін қайтара алса, мысалға бірінші мысалда 1 2-ның 0 дәрежесіне тең. Сондықтан жауап yes. 2-ның 2 дәрежесі 4-ге тең, жауап yes. 5 дейді. 5-ке жауап no депті. Себебі 2-ның мысалға x дәрежесінің мәні бұл бізде 5 бола алмайды. 2-ның 2 дәрежесі 4 болса, 2-ның 3 дәрежесі бізде уже 8 болып кетеді. Яғни бұл 5 бізде шартқа сәйкес емес, no деп жауап береміз. Енді қалай шығарамыз? Бейдейді. Мысалы, мынау енді 2-ның x дәрежесі деп тұр ғой, n деген санымызда. N бізде кез келген сан бола алмайды. Бұл еще натурал сан. Натурал деген сөз бірден бастап, кішкене жазып отырмын, плюс шексіздіктің арасында жатқан сандар ғой енді. Бұл жаңа бөлшек сандар емес, 1,1 деген сан бола алмайды, немесе теріс сан бола алмайды.
натурал сан деген бұндай бола алмайды. Сондықтан кәдімгі біз заттарды санаған кезде қолданатын сандар ғой. Бір алма, 3 кітап деген сияқты. Бұл x-қа тәуелді. X-қа тәуелді. X енді бұл жерде 0 мен плюс x-тің арасында жатқан сандар. Неге 0? Неге 0? Бұл да минус бола алмайды, өйткені 2-нің минус 1 дәрежесі дегеніміз уже 1 бөлінген 2 деп болып кетеді. Дәрежені теңестіру үшін бұл 0,5 деген санға тең болады. Ой. В общем, бұл бізде x 0 мен плюс x-тің арасында жатқан сандар. Енді бүйтейік. Яғни n-іміз 1-ден басталады екен да, кете береді екен x-ға тәуелді сандар болып. Ол әуел баста 0 дәрежесі 1 болады, одан кейін 2-нің 1 дәрежесі 2 болады деген сияқты. 2-нің 3 дәрежесі 2 дәрежесі 4 болады деген сияқты. 1 деген санды бетек біз бір айнымалы жазып алайық. b деген санды b деген айнымалыға 1 деген сан жазып алайық. Сөйтіп жаңағы n мен салыстырып отырайық та біз. Егер мынаған тең болса, біз yes деп жауап береміз. Тең болмаса, осы санды 2-ге көбейтіп қайттан өзіне жазып қояйық. 2-ге көбейтеміз да, ол бізде уже келесі 2-нің 1 дәрежесі деген сөз. 2-ге көбейтсек, сөйтіп қайттан жаңағы n мен салыстырамыз. Тең болмаса, 2-ге қайтадан көбейтеміз де b-ның өзіне жазып қоямыз. Ол бізде 2-нің 2 дәрежесі. Түсінікті ғой, былайша. Сөйтіп, әбден мынаған тең болғанша салыстыра береміз. Тең болған кезде yes деп жауап береміз. Ал тең болмай үлкен болып аттап кетіп жатса ғанадан, ол кезде no деп жауап берейік. Ол кодты қалай жазамыз? Түсінікті болса, бүйтейік жаңағы int n деген санды енгізейік. Int b дегенге 1-ді жазып алайық. Тексереміз. Ол біздің жаңағы n-іміз b-ға тең ба? B-ға тең болса, бірден yes деп жауап бер дейді. Yes деп жауап бер дейді. Осы жерден не бітсін? Цикл бітсін. Break. Цикл бітсін. Егер тең болмаса, ол кезде b-ға b-ны 2-ге көбейтіп қайттан өзіне жазып қоямыз. Яғни 2-нің келесі, мысалға осы тұрғанда 0 дәрежесін қарастырдық қой, келесі 2-нің 1 дәрежесін қарастырамыз деген сөз ғой. Сөйтіп көбейте береміз. b бізде бір моментте осыған тең болып қалып, s деген хабарламаны шығарады. Егер өстіп көбейтіп жатқан кезде біз мынаған тең болмай аттап кетіп жатсақ, яғни үлкен болып кетіп жатса, оны мына жаққа жазып қояйық. While бізде n-нен кіші болып тұрса, немесе тең болып тұрса жұмыс жасасын. Үлкен болып кетсе, бізде сыртқа шығарып жіберсін. Shout no деп шығарсын сыртқа. Түсінікті ғой деймін енді осы. Мына жерде бір қате бар. Қазір бір қате бар, енді оны қазір түсіндірем. Мысалға жаңағы бірге бізде yes деп жауап беру керек қой. Бірінші 5 алайық, 5-ге no деп жауап беру керек, no дейді. Неге? Өйткені келді, 1 деген санды қарадық. 1 деген санды қарадық, ол n-ға тең емес, біздің енгізген n-ға тең емес. 2-ге көбейттік, 2 болды, қайтынан айналып келіп 2-ге көбейтеміз, қайта айналып келіп осымен салыстырамыз. 2 5-ге тең емес, оны 2-ге көбейтеміз, 4 болады, айналып келеміз. Мына шартты бірінші қарайды. Яғни бізде b 4 болып келген кезде, ол n-нен кіші немесе тең деген шартты қанағаттандырады. Бірақ мынаған тағы кірмейді. 4 5-ге тең емес болады. Сөйтеді да 4 2-ге көбейткен кезде 8 болады. Қайтып айналып келген кезде мына шарт орындалмай қалады. Яғни 8 бізде n-нан кіші емес, 5-тен кіші емес. Сондықтан сыртқа шығып кетеді да, бізге no деген хабарламаны шығарады. Енді қате неде? Қате мынада. Мысалға жаңағы
4 деген сан шығаратын болсам, мына шарт орындалады. S деген шарт орындалады. 4 енді бар ғой ішінде. 2-ге көбейтіп келатқан кезімізде мына шарт орындалады да, S дегенді шығарады. Цикл бітеді. Сыртқа шығып кетеді. Цикл біткен кезде уже сырттағы кодтар орындала бастайды. No дегенді тағы шығарып жібереді. Біз бүйтейік, S деген жауапты шығарды ма, осы жерден цикл емес, бағдарлама бітсін. Амнан қарай бармасын, бағдарлама осы жерден бітсін. Оны қалай істейміз? Мен айттым, біз return 0 деген бағдарламаның сәтті аяқталғанын білдіреді дедім. Осы жерге жазып жіберсек те болады. Осы жерден S деген хабарламаны шығарады да, бағдарлама бітеді. Дәл осы жерден бітеді, ешқайда бармайды. Көрейік жаңағы. Бір десек, бір десек S дейді, 4 десек S дейді, жаңағы 5 жазсақ no дейді. Міне шығару жолы осылай. Бізге мынадай тізбек беріледі екен, қатарынан осылай тізбек беріле береді, осылай сандар беріле береді. 0-ге келген кезде тізбек тоқтайды. Біз қайтаруымыз керек осы сандардың ішінен екіншісі максимум. Яғни ең үлкені 9 болса, екінші максимум бізде 7. 7 деген жауап болады. 0-ге 0 қашан енгізіледі, соған дейін біз сандарды бере береміз. Енді қалай шығарамыз? Бүйтейік. Мысалы, бір сандар тізбегін алайық. 1, 3, 5 деген сан берілсін. 9 болсын. 9 деген сан. 8, 7 деген осындай сандар берілсін. Бүйтейік, бірінші бізге ең максималды сан тауып отыратын, содан кейін екінші максималды тауып отыратын екі айнымал жариялап алайық. Біреуінің аты mx болсын, екіншісінің аты mx2 болсын. Не істейміз? Бірінші екеуінің бастапқы мәнін ең төменгі санын деп тұрсақ, -1 деп тұрсақ, мықты бәрін туралсын сияқты. -1 деп тұрсақ. Бүйтеміз, бізде осылай бір санды біртіндеп ұрып беріп атады. Не істейміз? Бірінші сан берілген кезде максималды санымызбен тексерейік. Егер бұдан үлкен болса, соған жаңа мәнді берейік. Сенен үлкен сан бар екен дейміз. Ал оның алдындағы мәні, яғни екінші максимум болып қалады да, оны екінші максимумды санап отырған айнымалға бере саламыз. Кеттік, келесі 3-ке келдік. 3-ті алған кезде 1-мен салыстырамыз. Біздің максималды деп ойлап тұрған санымыз ғой енді бұл. 1-мен салыстырамыз, 1-ден үлкен екен, сенен де үлкен сан бар екен дейміз да. mx-ға осы сан жазып қоямыз. Ал mx2-ге бізде екінші максимум ғой бұл. Максимумның бұрынғы санын осы mx2-ге жазып қоямыз. Екінші максимум ретінде қарастырылып жатыр мына айнымал бізде. Кеттік. 5-ке келдік. 5-ті mx-тің мәнімен салыстырып, егер одан үлкен болса, соны mx-ге жазып қоямыз. Ал бұрынғы мәнін mx2-ге жазып қоямыз. Так, 9-ды дәл солай. 9 бұрынғы mx-тің мәнінен үлкен болады, ал оның бұрынғы мәнін mx2-ге жазып қоямыз. Енді мына жерден мынадай нәрсе. 8 деген сан келді. 8 деген бізде 9-дан үлкен емес, сондықтан бізде максималды mx деген айнымалымыздың мәні өзгермейді, но ол екінші максималды шығар. Сонымен салыстырамыз. Егер мына жерде бастапқы mx өзінің бастапқы мәнін қалдырады, мынадан 8-ден кіші емес, ол өткені үлкен. Тең болса да солай. Ал тең болса, немесе кіші болса, біз мынаумен салыстырамыз. Бұдан үлкен болып шығуы мүмкін ғой өткені. Салыстырамыз, егер бұдан үлкен болып шықса, mx2-ге береміз оның мәні. Кеттік, 7 бізде mx-пен салыстырсақ
ол бізде кіші, яғни бұл бізде өзінің мәнін сақтап қалады. Ал мынаумен қайтадан салыстырамыз. Егер мынадан кіші болса, мынаумен салыстырамыз. 7 8-ден де кіші болғаннан кейін бұл да мәнін сақтап қалады. Соңында бізде екінші максимумды осы mx2 деген айнымалы алып шығады екен. Мына жерден қарасақ та 8 бізде екінші максимум болып табылмай ма? Кеттік онда. Қалай шығарамыз? Жаңағы int mx минус 1 mx2 деген сандарымызды жариялап қойып, шексіз не жариялайық? True цикл. Бірінші k деген сан берілді. K деген сан берілді. Оны бірінші максималды санмен mx-пен тексереміз. Егер mx-тан k үлкен болса, ол кезде mx-тің мәнін k-ға жаңартамыз. Ал бірінші mx-тің мәнін жаңағы mx2-ге бұрынғы мәнін бүйтіп жазып алайық. Өйткені бірінші мынаны орындасақ, mx-тің бұрынғы мәнін біз жоғалтып аламыз ғой. mx-тің бұрынғы мәнін жазамыз да, mx-тің өзінің мәнін k-ға жаңартамыз. Егер олай болмаса, жаңағы mx2-мен салыстырамыз. mx2-ге қайсысы үлкен? Max деген функцияны пайдалана салайық. mx2-нің өзінің мәні және k келіп тұрған k қайсысы үлкен, соны жазып қоямыз. Бізде цикл қашан тоқтайды? Мынау шексіз цикл. Егер бізде k 0-ге тең болса, ол кезде цикл тоқтауы керек. Болды мынау? Осылай шығарып соңында mx2 деген шығара аламыз тек. Бізде 1, 3, 5, 9, 8, 7 дегенді енгізетін болсақ, 1, 3, 5, 9, ештеңе етпейді, 8, 7, 0 болсан кезде бізде цикл тоқтайды. В общем, 8 деген шығарады. Ең керек маңызды нәрсе болғаннан кейін енді алдағы уақытта қайта бұны өте береміз, пайдаланамыз. Бірақ кез келген жаңа ақпаратты біз алған кезде оны бекіту үшін практика жасау керек, осындай есепті шығару керек. Бізде бұндай есептерді ала алатын сайттарымыз көп. Мен описание ссылкасын тастап кетейін. Барлық сайттардың сол жерден есептерді алып, тағы практика жасап, есеп өте көп. Оны талдауға енді видеоның уақыты тым көп болып кетеді. Соның бәрін талдап, өздеріңіз сол жерден не дұрыс емес екенін анықтап алуларыңызға болады. Әзірге осы.